Атырау қаласында 19-21 тамыз аралығы Сүлейменов Мәлік Екпіндіұлының атына өткізіліп жатқан осы республикалық турнирге еліміздің 10 облысынан бізге қатысуда. Бұл жарыс алда өтетін дала қырандары турниріне іріктеу болып есептеледі. Және бұл осы еліміздегі ең 3 жарыстың біреуі болып есептеледі. Жаңа рейтинг дейді. Осы жерден спортшыларымыз Қазақстан Республикасына жаңағы өздерінің рейтингтің ат-бапайларын жинап, ары қарай жаңағыдай өздерінің жарысқа қатысуларына, халықаралық жарыстарға қатысуына, жолдама алуға бірден бір себебін тигізетін осы турнир болып есептеледі.